Саламатсыздар ма, сүйкімді ханшайымдар мен ханзадалар. Балалар, алдымен подписацияны басып, комментарий жазып қойсаңыздар, менің сабағымның өте жақсы қызықты шығуына септігін тигізеді. Әдебиеттік оқу 4-ші сынып, кітап асыл қазына, 33-ші сабақ. Бүгінгі сабақта шығарманың оқиғасын болжаймыз, оқиғаның маңызды тұстарын талдаймыз. Біліміңді қолдан. Бірінші, өзің оқып жүрген кітаптан немесе әдебиеттік оқу пәнінен таныс бір мәтіннің оқиғасын, кейіпкерлерін жұмбақтап сұра. Екінші, өз үйіңдегі кітапханада қандай кітаптар бар? Мысалы, автордың қолтаңбасы бар. Ол туралы не білесің? Олжас Сүлейменов ақын 1936 жылы Алматы қаласында дүниеге келді. Олжас Сүлейменов шығармаларын орыс тілінде жазады. Оның көптеген өлеңі қазақ тіліне аударылған. Ақынның Қыш кітап, Арғымақтар, Атамекен, тағы да басқа кітаптары бар. Түсініп оқы. Ертегі. Есіңде ме, беймазана, менің тұңғыш ертегім. Ұят болды-ау, сол бір жылы күзге қалып тентегің. Десе керек мектеп саған, жөндеу береді мықтыны. Сен бір кітап алып келдің, сол есіңнен шықты ма? Содан кейін мені бағып 3-4 сағат тырп етпей, бірдеңені тіккен болып қойдың ұзап, бір кетпей. Дос балалар тау ішінде жүрді ол кезде демалып. Сенің ұлың ертегі оқып отыр дейді қамалып. Аттай 3 күн күзеттің-ау, қайыспадың болаттай. Секең деген жас қыздарды қойдың жақын жолатпай. Күлкісі ортақ құрбыларын тез ұмытып аңғалың. Оқи берді батырларға есік кетіп таң қалып. Жер тарпыған тайбурыл да қыран қанат пырақ та еліктіріп алып кетті мен алысқа, жыраққа. Содан қайтып оралмадым, оралғам жоқ әлі де. 3-4 сағат селт етпедім, неге керек обалым. Содан кейін атып тұрып, атып шығып далаға ойнап кеттім, тойлап кеттім. Бала деген балада батыр болып шыға келдім, менен де көп жау қашты. Ағаш қылыш қолым алып көрші ауламен шайқастым. Шіңкілдеген даусыммен ұрандадым 100 дүркін. Әлсіздерге тиіспедім, аман қалды қызғырқын. Ал сен болсаң қажып, шаршап, жүрдің бүйде жабыға. Мен ойыннан келе сала тағы оқыдым, тағы да. Түсіме еніп майдан, даңқ, сүлік қара сәйгүлік. Армандадым, қиялдадым, жетемін деп қай күні. Содан тағы ерте тұрып тағы оқуға кірістім. Ақырында оқы демей, оқыма деп ұрыстың. Жаман бала жайында оқып бітпеп педің, не мынау? Тауға барып ауа жұтсаң қайтер еді жаным-ау. Көп оқыған жоқпын апа, бар болғаны бір-ақ бет. Тағы біраз оқиыншы, рұқсат па, рахмет. Ара жайла әдемі жыр екен, бітіп қалсын да, дегенімде жыламсырап шықса керек даусымда. Сөйтіп жүріп бір жыл өтті, жырсыз қалай шыдармын. Көрпе астында бұғып жатып оқитынды шығардым. Ол бір ғажап кезеді ғой ғажайып. Жылаушы едің, көздің майы кетеді деп азайып. Ұрсушы едің, соқыр болып қаласың деп ашынып. Қайран ана, кітаптан сол көзім қайта ашылды. Балалар, өлеңді қысқаша түсіндіріп өтейік. Анасы басында ұят болды, сенің балаң тентек деп, мақтыны үйрет деп ұрсып жүріп, баласына кітап әкеп береді, осыны оқы деп. Ақырында баласы кітапты оқып, армандап, қиялдап, ойында ойнамай, тек қана армандаумен жақсы нәрселерді сонымен кітапқа қатты беріліп, ақырында кітапты көп оқитын болады. Бұны айтып жазып жатқан кім? Олжас Сүлейменов. Ақырында мамасы өзі оқыма кітапты, көзіңді ауыртасын, көзіңнің майы кетеді азайып деп, ақырында анасы ұрсатын болды. Бірақ осы кітапты оқығанның арқасында қайта менің осы кітаптан көзім ашылды деп аяқтайды ақын өлеңін.
Күзге қалу үлгерімнің нашарлығына байланысты келесі сыныпқа көшіру үшін күзде қайта емтихан тапсыру деген мағынаны білдіреді. Беймаза, мазасыз, тынышсыз. Үшінші, бала өз басынан өткен қандай оқиғаны есіне алды? Әңгімелеп бер. Төртінші, оқыған кітаптары оны қандай жақсы қасиеттерге баулыды? Пікіріңді айт. Бесінші, анасының баласына қатал болғаны дұрыс па? Әрине дұрыс. Анасының қатал болғанынан бала кітап оқып, қайта сол кітаптың арқасында үлкен ақын, жазушы болды. Алтыншы, кітап оқып жыр тыңдауға құмар бала туралы оқығаныңды есіңе түсір. Сөйлесейік. Жетінші, кітапханаңда қандай кітаптар болғанын қалайсың? Мен кітапханамда әртүрлі, оның ішінде сіздер сияқты, яғни балаларға арналған кітаптар болғанын қалаймын. Қорытындыла. Сегізінші, кесте бойынша сұрақтарға жауап бер. Биыл неше кітап оқыдың? Оны қайдан алдың? Сыныпта кім кітапты көп оқиды? Көп оқыған көп біледі деген рас па? Неліктен? Әрине рас. Көп оқысаң, көп білесің. Көп үлкен армандарға жетесің. Үй жұмысы. Өзің оқып жүрген кітапты жарнамалауға, кітаптың қызық жерінен сыныпта үзінді оқуға дайындал. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет.